Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің каналымызда қазақ тілі 2 сыныптың 5 сабағы. Сабақтың тақырыбы у дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы. 17-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Дала гүлдері, ертегі. Далада өсіп тұрған бәйшешек пен бақ-бақ бір-бірімен таласып қалды. Ең әдемі гүл менмін. Ең бірінші өсіп шығып, көктем келгенін хабарлап, елді қуантамын деді бәйшешек. Жоқ, ел мені жақсы көреді. Өйткені менің 2 бас киімім бар. Біріншісі жайнаған сары гүл, екіншісі үлпілдеген үкілі бөрік, деді бақ-бақ қарсыласып. Екеуінің сөзін тыңдап тұрған қарт кісі. Таласпаңдар, сендердің екеуің де әдемісіңдер. Иістерің де керемет. Екеуің қатар тұрғанда, даланы жайнатып, иістерің адамдарға қуаныш сыйлайды, деді. Содан бері бәйшешек пен бақ-бақ таласпайтын болыпты. Ертегі Балдырған журналынан алынған. Төменде балалар бізге тапсырма беріпті. Бірге орындайық. Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтар құрастырып, оларға жауап бер. Бірінші сұрақ. Бәйшешек бақ-баққа не деді? Бәйшешек бақ-баққа мен ең әдемі гүлмін деді. Ең бірінші өсіп шығып, көктем келгенін хабарлап, елді қуантамын деді. Екінші сұрақ. Бақ-бақ гүлінің неше бас киімі бар? Бақ-бақ гүлінің 2 бас киімі бар. Біріншісі жайнаған сары гүл, екіншісі үлпілдеген үкілі бөрік. Үшінші сұрақ. Екеуін мәмілеге келтірген кім? Екеуін мәмілеге келтірген қарт кісі. Қалай деп келтірді? Сендердің екеуің де әдемісіңдер, иістерің де керемет. Екеуің қатар тұрғанда, даланы жайнатып, иістерің адамдарға қуаныш сыйлайды деп мәмілеге келтірді. Келесі тапсырманы балалар бірге орындайықшы. Мәтіннен у дыбысы бар сөздерді тап. Қайсысы дауысты, қайсысы дауыссыз екенін анықта. Қуантамын сөзіндегі у дыбысы дауысты дыбыс. Өйткені ол дауыссыз қ дыбысынан кейін тұр. Келесі, екеуінің сөзіндегі у дыбысы дауыссыз. Өйткені ол дауысты е дыбысынан кейін тұр. Келесі, у дыбысы қуаныш сөзіндегі дауысты. Өйткені ол дауыссыз қ дыбысынан кейін тұр. Келесі 18 жаттығу балалар. Өлеңді көшіріп жаз. У дыбысы бар сөздердің астын сыз. Халқымызда қыздар көп. Иеленген гүл атын. Әпкем аты Раушан. Қарындасым Жауқазын. Өлең Балдырған журналынан алынған. У дыбысының дауысты немесе дауыссыз екен дәлелде. Бұл жерде у дыбысы Раушан және Жауқазын сөздерінде кеп тұр. У дыбысы дауыссыз 2 сөзде де. Неге? Өйткені ол дауысты а дыбысынан кейін тұр. Келесі 19-шы жаттығу. Суреттегі гүлдермен аттас қыздардың есімдерін тауып көр. Сол сөздермен 2 сөйлем құрап жаз. Бірінші, анамның есімі Раушан. Екінші, сіңілімнің сыныбында Жауқазын есімді қыз оқиды. Соңғы 20-шы жаттығу балалар. Сөздерді буынға бөліп оқы. Уыз, уылдырық, умаждау, улы. У дыбысы дауысты ма, әлде дауыссыз ба? Дәлелде. Уыз сөзінде у дыбысы дауыссыз. Өйткені сөз басынан кейін, у дыбысынан кейін деген дауысты дыбыс кеп тұр. Уылдырық. Бұл сөзде де у дыбысы дауыссыз. Өйткені у дыбысы басында келгеннен кейін, одан кейін деген дауысты дыбыс кеп тұр. Умаждау. Умаждау сөзінде у дыбысы дауысты дыбыс.
улы. Улы сөзінде де у дыбысы дауысты дыбыс. Қалаған сөзіңмен сөйлем құрап жаз. Кобра, улы жылан. Осымен балалар сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Сабағына лайк басып, тіркеліп алыңдар.